Құрметті көрермендер, бүгін мына кітапты қолыма алып отырмын. Бұл кітап аңыз тұлға Кетбұқа. Кетбұқа бабамыз бүкіл әлем тарихына белгілі кемеңгер абыз. Тағы бір мына кітапты Қазақтың Кетбұқасы атты қоғамдық бірлестік Жезқазған қаласында құрылған Жамбыл Омари Артықбаевтың зерттеу жұмыстары Кетбұқа жырау аталық қолбасы деген кітаптарым. Кетбұқа туралы біз не білеміз? Біз бұлайдан ойлап қарасақ, сол Кетбұқа бабамызды білгеннен білмегеніміз көп сияқты. Ол кісі 1185 жылы туған. Көптеген тарихи деректерде солай көрсетілген. Сонда 2025 жылы Кетбұқа бабамызға 840 жыл толады екен. Міне сол 840 жылында республикалық емес, халықаралық деңгейде атап өтсек, қазақ елінің тарихы терең екенін біледі ғой. Міне сол жағында қазірден бастап осындай мерейтой жұмыстарын, іс-шараларды қолға алсақ деген ойда осы бір видеомызбен сіздерге ұсыныс ой тастамақ ойдамын. Кетбұқа бабамыздың артында көптеген шығармашылық өнері қалды. Оны біз көпсін әлі жинақтап та болған жоқпыз. Бұлайнан қарап отырсақ, мына кітап Мұса Сапаевтың шығарған кітабы. Бұл қырғыз тілінде Кетбұқа ақын, қомысшы, әскер басшы деп шығарылған екен. Осы жерде шығармашылық өнерлері өте көп. Болмаса осыны қазақ тіліне, қырғыз тілінен аударып шығарсақ қалай болады деген ой тастап отырмын. Енді тағы бір кітапты алып қарайтын болсақ, бұл да Мұса Сапаевтың қырғыздардың шығарған кітабы. Бұл Найман тарихы. Осының ішінде Кетбұқа бабамыз туралы өте көп жазылған, көп айтылған. Бұны мен қандай ой тастамақпын? Бұны мен Кетбұқа бабамыз түркі әлеміне белгілі, барлық түркілерге ортақ данышпан, тарихи тұлға. Мұна араб елдеріндегі көптеген жазушылар Кетбұқа тақырыбына соқпай кетпеген. 13 ғасырдағы араб әдебиетшілерін, тарихшыларын айтып отырмын. Бізде соның зерттеу жұмыстарын жүргізе келе Кетбұқа бабамыздың артында күйлері өте көп қалғанын көріп отырмыз. Қырғыз еліне барған уақытта сол қырғыздардағы Кетбұқа, сынған бұқа деген күйлерін алып келдік. Монғолия елдерінде сыбызғымен тартатын 4-5 күйлері бар екен. Ал өзіміздің алтын қорымызда сақталып қалған Ақсақ құлан, Жошқан күйі, Ақсақ құлан күйлері, одан қалды Айдақар мен арбасу, Қарабелдік мойнымда сауға шыңғы сауға, ел айырылған, нар шөккен, нар идірген, нар ату, үш композициялық күйлерді кезінде атақты композитор, өнер зерттеушісі, профессор Ахмет Жұбанов үш композициядан тұратын осы күй Кетбұқаның күйлері деп атап кеткен екен. Ал енді тағы да артында қалған сауға күйлері бар. Күйлері өте көп. Осы күйлерді зерттей отырып, кезінде Қазақ хандығының 550 жылдығына байланысты осындай бір кітапшаны шығарылған еді. Бұл Кетбұқа бидің күй мұрасы деп аталынады. Бұны шығарған кезіндегі
атақты күйші Жүзбай Жанғали деген кісі. Бұл жерге, бұл кітапта тағы бір ерекшелігі, мынандай компакт дискіде сол кісінің күйлерінің барлығы да жазылған. Осы мұраны әрі қарай зерттей отырып, биыл тағы да осындай күй таспасы кітапша шығару жоспарланып отыр. Ұлытау және ұлт деген 2017 жылы шығарылған журналда басынан аяғына дейін Кетбұқа бабамызға арналып шығарылған. Соның ішінде жаңа айтып отқан Жанғали Жүзбаевтың Кетбұқа деген өзінің шығарған күйлері бар. Міне, Кетбұқа бабамыз барлығына ортақ тарихи тұлға деп отырмын. Енді оның әкесі кім? Бұл жерде тарих нақылдайды деген уақытта кейінгі зерттеу жұмыстары. Жошқанның жанында тұрған Домбауыл кесенесі, сол Домбауыл Кетбұқаның әкесі. Домбауылдан Кетбұқа, Келбұқа туған. Келбұқадан Жансейіт, ол да атақты күйшінің біреуі. Бұл кісінің Домбауыл бидің аталық, мерген кезінде Шыңғысханмен қатар өмір сүрген. Егерде Шыңғысхан 1155 жылы туатын болса, 3-4 жас үлкендігі бар. Сонда 1150 жылы Домбауыл бабамыз туса керек. Бұл туралы зерттеу жұмыстарын кезінде Ақселеу Сейдімбеков, Серік Тілеубаев, Қойшығара Салгарин, тағы да кейінгі көптеген зерттеу жұмыстары міне осынен айтып отыр. Кейбір адамдар Домбауылдың ішінде ешкім жерленбеген, бұл ғұрыптық кесене деп айтатын болса, кейінгі деректер бойынша 1947 жылдары қазба жұмыстарының қорытындылары табылып, оның ішінде бір кісінің жерленген мәйіті бар екенін көрсетеді. Иә, көтеріліп шыққан уақыттағы барлығы типыл сияқты болып жатады, оның астында Домбауыл бабамыз жерленгені. Соның бойына өзіне арнап құлыптасын қойса құба-құп болар деп ойлаймын. Кетбұқа бабамыз өзінің әскери соғыс өнерінен басқа бұл артында мол дүние қалдырған. Сол дүниенің біреуі, қазір мына жақта барып көрсетейін, бұл сақ болғым, ұрпағым сақ болғым. Жезқазған қаласында 2017 жылы айшықты үлкен бір ескерткіш салынды. Бұл Кетбұқа бабамызға арналып салынған ескерткіш. Бұлайына қол қарап көретін болсаңыз, қолында тұрған биліктің белгісі, домбырасы жанында Кетбұқа бабамыздың ескерткішін ашуға Қазақстан Республикасының түкпір-түкпірінен адамдар келіп, үлкен бір мерейтойы болғаны жезқазғандықтар үшін мақтан тұтатын бір тарихи оқиға болған еді. Бұл содан кейін Жошқанның кесенесінің жанында Кетбұқа бабамызға арналып салынған арнайы белгітас. Ол әлі күнге дейін тұр. Ол белгітастың астыңғы жағына Кетбұқа бабамыздың айын жалут деген жерде ең соңғы қаны тамған жер, сол жерден арнайы топырақ әкелініп, сол белгітастың астына қойылған болатын. Айын жалут шайқасы 3 қыркүйек 1260 жылдары болғаны тарихтан белгілі. Сонда Кетбұқа бабамыз 1185 жылы туып, 3 қыркүйек 1260 жылы қайтыс болған. Артында мол рухани мәдени мұра қалдырды. Соның біреуі
кетбұқа жырау, кетбұқа аталық бидің сақ болғын, ұрпағым сақ болғын. Бұл сақ болғын, ұрпағым сақ болғынды біз кезінде Қырғыз еліне барып, 2015 жылдары Қырғыз еліне барып, сол жердегі кетбұқа зерттеушілерден арнайы алып едік. Осы өсиетке толы кетбұқа бабамыздың шығармасын. Қазір теледидардан да, радиодан да, көп үлкен концерттік программалардан да осы өлең музыкалық сүйемелдеумен, домбырамен сүйемелдеумен айтылып жүр. Міне қарап көріңіздер. Намыс тозып, арың асса, бірлік кетер сақ болғын. Әділ сөзді айталмаса, ел бұзылар сақ болғын. Қызыл тауды селдер бұзса, қызыл кетер сақ болғын. Ол қыздарың дүние қуса, құздан құлар сақ болғын. Ынтымақсыз болған елден ырыс кетер сақ болғын. Бірлігі жоқ алашымнан қыдыр кетер сақ болғын. Тұлпар тауды селдер бұзса, тұл бұларсың сақ болғын. Құдағисыз, құдасыз құның кетер сақ болғын деп бабамыз осыдан 8 ғасыр бұрын осының өзінің өсиетін бізге қалдырып кеткен. Осы өсиеті әлі күнге дейін өзінің құнын жоймай, одан әрі қарай дамып, одан әрі қарай ұрпақтан ұрпаққа өсиет ретінде жетіп келе жатыр. Енді кетбұқа бабамыз немен әйгіліп қалып еді? Бұл Ақсақ Құлан Жошыхан күйімен 1227 жылы аңда жүрген уақытта Жошыхан қайтыс болады. Бұл жер осы Жезқазған аумағында, Жезқазған өңірінде Ақсай деген жер бар Қаракеңгірдің. Соның ар жағында Дабыл қопасы. Жошықанның сол жерден бір үйір құланды көріп, сол жерде дабыл қаққан жері, одан әрі қарай құландарды қуып кетіп, үлкен бір сайға келіп құлап, сол жерде үйір құландар құлап жатқан Жошықанның үстінен таптап өтеді. Бұл жерде топырақ суырған дейді. Кейін артынан іздеп келген адамдар осы жерден қаза болып мертігіп жатқан кетбұқа бабамыздың денесін осы жерден тауып алса керек. Енді осы нені қалайынан Шыңғысханға жеткізеді. Кім жеткізеді деген уақытта кетбұға мен өзім жеткіземін деп алға шығып, домбырасын алып, Шыңғысханның ордасына қарай кетеді. Шыңғысханның ордасы бұл Қарақорым. Қарақорым тарихшылардың қазіргі айтып жүргеніндей Моңғолияның жерінде емес, бұл өзіміздің Шығыс Қазақстан Бұқтырма өзенінің бойында. Ол уақытта Бұқтырма өзенінің бойында қазіргідей үлкен су қоймасы жоқ, жайқалып тұратын, жайлау қыстауға ыңғайлы жер болатын. Осы жерден өзінің Қарақорым деген үлкен қалашығын салған осы жерде жатыр. Осы жерге келіп, орданың алдында тұрып, домбырамен күмбірлетіп, сол уақытта домбыраның күмбірін естіген, ал дағыл дейсің кетбұға деген екен Шыңғысхан. Кетбұғаның келіп тұрғанын естіп отырған. Үн-түнсіз домбыраны ойнап қоя береді. Бұл күй кейін Ақсақ Құлан Жошыхан күйімен бір уақытта қайтадан тоқтап, теңіз бастан былғанды кім тұндырар о ханым, терек түптен құлады кім тұрғызар о ханым деген уақытта теңіз бастан былғанса
тұндырар оны жошыдыр, керек түптен құласа тұрғызар оны жошыдыр деп бірнеше рет айтқаннан кейін әрі қарай екінші композициялық өзінің жошыған ақсақ құлан жошыған күйін Кетпұға бабамыз ойнап жіберсе керек. Міне әрбір күйдің қайырмасы сияқты ұлың өлді жошыған, ұлың өлді жошыған деген дауысты ести сала, тоқтат Кетпұға, менің жарлығымды сен естіп пе едің? Менің жарлығым бойынша кімде-кім менің ұлдарымның қазасын жеткізсе, соның аузына қорғасын құям деп айтып пе едім. Сол бұйрықты ұмыттың ба сен Кетпұға деген екен. Жоқ, хан ием, ұмытқан жоқпын, бірақ мен жошы қайтыс болды деп те айтқан жоқпын. Бұны жеткізіп тұрған мына домбыра деген. Сол домбыраның шанағына қызып тұрған қорғасынды құйып, содан домбыраның шанағында домалақ тесік қалған деген аңыз осы күйінге дейін жетіп жатыр. Бірақ Кетпұға, жазаң әлі сенің алдыңда. Бұл жазаң анау жақта бір үлкен үңгір бар, айдаһары бар. Сол айдаһарға сені жемтік ретінде тастаймын. Егер де сен содан тірі қайтсаң, онда өзің өмір жасыңның ұзақ болғаны, ал қалған өзіңнің пешенеңе не жазылады, соны көресің деп үңгірге келіп тастаса керек. Үңгірдің ішінде үлкен бір айдаһар ысылдап шыққан уақытта домбырасын алау Кетпұға бабамыз айдаһармен арбасу атты күйін ойнаған екен. Сол күйінде дайындалып, адамды жек қоюға дайындалып келген айдаһар кілт тоқтап, домбыра үніне мүлгіп тұра береді. Сөйтіп домбыра күйі біткеннен кейін айдаһар ініне кіріп, іннен қайтадан шыққан уақытта қолында аяғымен, алдыңғы аяғымен ат басындай бір үлкен алтында келіп тастаса керек алдына. Міне күйдің құдіреті. Сол сияқты нарату, нар идірген, нар шөккен күйлері бар. Бұлар бөлек-бөлек бір үлкен тарихи оқиғаларға байланысты айтылған күйлер. Бірақ соның шоқтығы биік, бөлекше тұрған күй бұл ақсақ құлан жошыған. Міне соны сіздердің назарларыңызға ұсынамын. Ал көрермендер, келесі қандай ойларыңыз бар, комментарийға жазып отырыңыздар. Мен сіздердің ұсыныстарыңыз бойынша қазақтың ұлт ұясы Ұлытау маңайындағы тарихи оқиғалар, соның тарихи шежірелерін айтып беруге әрқашанда дайынмын. Назарларыңызға рахмет.